Саламатсыздар оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жай бөлшектерді салыстыру және аралас сандарды салыстыру деген тақырыпты өтеміз. Енді қараңыздар. Мысал ретінде мынандай екі бөлшекті алып отырмын. 7-тен 5 және 7-тен 2 деген. Ол бөлшектің алымы 5 болып тұр. Біріншісінде бөлімі 7-ге тең болып тұр. Мұнда алымы 2-ге тең болып тұр және бөлімі 7-ге тең болып тұр. Енді қараңыздар, осы екі бөлшекті қалай салыстырамыз? Біздерде бөлімдер бірдей болып тұр. Бірінші жағдай, егер бөлшектің бөлімдері бірдей болса, онда алымдарын ғана салыстырамыз. Яғни біз 5 пен 2-ні салыстырамыз. Ол кезде бізде 5 үлкен болады, сондықтан мына жерде 7-тен 5 үлкен 7-тен 2-ден болады. Өйткені екеуінің де бөлімдері бірдей сан болып тұр. Қараңыздар, екеуінің де бөлімдері 7-ге тең сан болып тұр. Онда тек қана алымдарын салыстыра аламыз, ойланбастан. Енді қараңыздар, керісінше алымдары бірдей болады, бірақ бөлімдері әртүрлі болса, ол кезде біз қалай салыстырамыз? Ол кезде бөлімдерінің қайсысы кіші болады, сол сан үлкен болады. Яғни қараңыздар, мына жерде 4 кіші 5-тен болып тұр ғой. Бірақ сол біздегі бөлшегіміз мына үлкен болады. 4-тен 3 үлкен 3 бөлінген 5-тен. Яғни 5-тен 3 үлкен болады. Түсінікті? Яғни алымдар бірдей болған жағдайда бөлімдеріне назар аударамыз. Бөлімдерінің қайсысы кіші болса, сол сан үлкен болады. Әрі кеттік. Енді алымдарды бөлімдерде әртүрлі сандар болатын болса, қалай салыстырамыз? Ол кезде біз мына екі санды бір-біріне көбейтеміз. 4-те 5-ке көбейткенде бізде 20 шықты. Мында жазамыз. 3-ті 6-ға көбейтеміз. Мінекеу. Ол кезде бізде 18 шықты. Енді ойлаймыз. 18 үлкен бе, әлде 20 үлкен бе деген сұрақ қоямыз. Біздің жағдайымызда қазір 20 үлкен болады. Сондықтан теңсіздіктен басып былай болады. Яғни 4-тен 3 кіші 6-дан 5-тен. Келесі аралас сандар салыстыру. Енді мына жерде қараймыз. Бізде аралас сандар бүтін бөлік деген бар, сосын бөлшек бөлік деген бар. Мысалы, мына жерде бірінші бөлшектің бүтін бөлігі аралас санның бүтін бөлігі 2-ге тең. Екінші аралас санның бүтін бөлігі 3-ге тең болып тұр. Яғни бөлшек бөлігі мұнда 7-тен 5-ге тең болып тұр, мұнда 7-тен 2-ге тең болып тұр. Енді қараңыздар. Алдымен аралас сандарды салыстырған кезде біздер бүтін бөлікке қараймыз. Бүтін бөліктердің қайсысы үлкен болады, сол сан үлкен болады. Яғни мына жерде 2 мен 3-ті салыстырамыз. 2 үлкен бе, әлде 3 үлкен бе деген сұрақ қоямыз. Біздің жағдайымызда 3 2-ден үлкен болады. Сондықтан біздерде теңсіздіктен басып былай қарайды. Яғни үлкен екенсіз. 2,7-тен 5-тен 3,7-тен 2-міз үлкен болады. Әрі кеттік. Енді бүтін бөліктер бірдей болған жағдайда қалай салыстырамыз деген сұрақ қояды. Ол кезде біз бөлшек бөліктен салыстырамыз. Яғни 6-дан 5 үлкен бе, әлде 7-тен 2 үлкен бе деген сұрақ қоямыз. Ол кезде мынаны көбейтеміз. 7-нен 5-ке өткенде мында жазамыз. 35 болады. 6-ны 2-ке өткен кезде 12 болады. Яғни 35 үлкен 12-ден болғандықтан теңсіздіктен басында жерде былай қарайды. Түсінікті? Келесі 2,4-тен 3 және 2,6-тан 5. Дәл осындай бүтін бөліктерді бірдей тең болып тұр. Олай болса біз бөлшек бөліктерін салыстырамыз. Онда 4-ті 5-ке өтеміз. Мұнда 20 болады. 6-ны 3-ке өтеміз. Мұнда 18 болады. Ол кезде 20 үлкен болып тұр, яғни теңсіздіктен басында былай қарайды. Тағы да мысал келтіріп көрейін деге астына. Мысалы 1,4-тен 3-тен 2,2-ден 1 деген сан. Екеуін салыстыратын болсақ, мына жерде бүтін бөлігі бізде 2 болғаннан кейін міндетті түрде ол үлкен болады. Яғни бүтін бөлігі үлкен болса, ол сан бізде үлкен болады. Келесі екеуінің де бүтін бөліктер тең болса, мысалы 2,5-тен 4 пенен 2,5-тен 3 деген сандайын. Қараңыздар, мұнда бүтін бөліктер екеуі де тең болып тұр, және бөлшектің бөлімдері тең болып тұр. Олай осы тек қана алымдарын ғана салыстыра қоямыз. Яғни 4 үлкен бе, 3 үлкен бе деген сұрақ қоямыз. Ол кезде бізде 4 үлкен болады да, сондықтан 2,5-тен 4 үлкен болады. Келесі тағы да 2, мысалы 6-дан 5 бар, және 2,7-тен 5 деген санды қояйық. Аралас сан түрінде. Қайсы үлкен деген сұрақ қояйық. 7-тен 5. Екеуінде бүтін бөліктер тең болып тұр.
және бөлшекті алымдары да тең болып тұр, тек қана бөлімдері әртүрлі. Олай болса, бөліміне келген кезде бөлімдердің қайсысы кіші болады, сол сан үлкен болады. Яғни мына жерде 2,6-5 үлкен болады. 6 кіші 7-ден болғандықтан 2,6-5 үлкен 2,7-ден 5-тен болады.